Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз жақсы ма? Аллайым аман есен ба? Қанша күн болды видеоға шығып кеттік. Көлік алдым, ал құттықтап қойыңыздар. Талдықорғанға барып, көлікті алып, ақша жетсін жетпесін қарызданып, грузовой көлік алып келіп, соның анау мынаусын істеп, енді ертең Құдай қаласа өзіміздің бұрынғы ата кәсіпке шығамыз. Талдықорғанға барып таксиден түссем, біреу танып қойды деп қарайды. Сен ба дейді, иә десем, сен Талдықорғанда тұрады десем, қуанып қалады екенсің. Кеше тағы бір екі жерге барсам, екі адам танып тұр. Деп, жалпы қалайсыздар, жақсысыздар ма? Украина, Ресей соғысы, анау мынау деген әңгіме денде шаршайды екенсің. Мынау Латвияның Пандус деген қойдың қателеспесем. Вообще Балтық елдерінің бір генералы деп айта салайықшы, әскери саласының маманы айтыпты, егер мен Кремльде отыратын болсам, 2028 жылдың соңында кім еді аты? Балтық елдеріне шабуыл жасайтын едім депті. Одан кейін Зеленскийдің хатшысы дейікші, мынау Ресейдің хатшысы кім ғой? Песков. Зеленскийдің хатшысы айтыпты, егер Лукашенко орнында тыныш отырғысы келсе, аузына Украина мәселесін алмағаны үшін, егер Украина Беларусь жақтан кез келген қысым Украинаға болатын болса, біздің енді көгілдіріңді танытамыз, кезінде Ресей великийміз деп кірген еді, бірақ сендер Ресейге салыстырғанда сендер великий емессіңдер. Сондықтан қазір мында әңгіме болып жатыр ғой. Беларусьта соғысқа кіріп кетуі мүмкін, бір жақтан Беларусьта шабуыл жасауы мүмкін деген ақпарат қатты жүріп жатыр, соған жауап. Одан кейін Санкт-Петербургта бір форум болатын жерде Путин осы бүгін сол жерге барып енді сөйлеу керек екен, сол жиынға келе ме келмей ме белгісіз болып тұр дейді. Неге десеңіздер, сол жиын болатын жерде Украинаның дрондары бетке алып амандасып кетейік деп атып жатыр екен. Жалпы сондай. Одан кейін кешеден бастап, кеше машинаны алдық, кеше алдың күн түнде алып келдік, соның жұмыстары анау мынау техасына отырып өтпей, сонымен жүріп әлеуметтік желіні қарасам, Мұхтар Жәкішев ағамыз енді Қазақстан халқы бауыздап комментариймен Мұхтар Жәкішев ойбай деп жатыр екен. Не болып қалды бұған десем, Мұхтар Жәкішевтің қызы бір қара торы балаға тұрмысқа шығыпты енді. Біздің Қазақстанда мәселе солақ болып тұр, одан басқа мәселе керек емес. Жәкішевте енді бұған дейін Жәкішевте сол комментарий жазатқан адамдар біраз жақсы көретін. Жәкішев кезінде Казатомпромды, Жәкішев Америкада оқып келген. Мұхтар кім еді аты? Кім еді аты? Мұхтар Әбілязовтың досы, үзеңгілесі, екеуі бірге оқыған. Мұхтар Жәкішевке Америкада қал десе, жоқ, мен өзім отаныма барып, отандық борышымды өтеп, білген білімді сол жаққа сарп етейік деп келді. Казатомпромды басқарды. Енді онда ол кезде біз кішкентай болдық, Казатомпромды ол басқарған кезде әлемдік деңгейге шыққан еді дейді. Енді әлемдегі енді бір болмаса да бір екінің орнында алған еді дейді. Біздің халық, Жәкішев жазықсыз түрмеге отырды, жазықсыз түрмеге отырды деп, Жәкішевтің өзінің сұхбаттарында бір қателеспесем 11 жыл отырып шықты. Білімді ғой, енді білімді сөйтіп жақсы көретін Жәкішевті бір сүйрет үшін біздің қазақ халқы енді жермен жексен қылып, ойбай қара деңгейге шығып масқара қылдың, тексіз тағы не дейді, қанды бұздың дейді. Ондай мәселеге қарайтын болсақ, Қытайдан неше түрлі адамдар кіріп жатыр, Қытайдың азаматтары кіріп жатыр. Олар қаптап отыр ғой, сол мәселеге де бір ат салысып, бір Жәкішевтің өзі біледі, біздің Қазақстанда ойбай тек қазаққа шығуым керек деген мәселе заң күйінше бекітілген деп айта алмаймын.
кейбір мемлекеттерде мысалға қателеспесем арабтарда арап пен арап үйлену керек, арап болмасаң азаматтық беру қиын, егер ақшаң көп болса енді беріп азаматтық аласың деген мәселелер бар да. Арапқа үйленсін деген, сен оларда да мүмкін 7 ата, бір 3-4 ата деп шежіреге қарап үйлендіресіңдер, бірақ қанымыз бұзылмасын деген сияқты сондай бір азаматтық берілмесін, шеттен келген босқын дейікші, босқындарға деген мәселені қатты қойған. Енді біздің елде ондай жоқ. Ойбай, сен Қазақстанға шықпасаң, қазаққа шықпасаң мұнайдан түсіп жатқан пайданы бермейміз, же болмаса қазаққа шықпасаң карантин кезінде 42.500 теңге бермейміз деген сияқты мәселелер жоқ та. Өзің білесің. Бірақ Қазақстанда енді мұнайдан түскен пайданы енді айына $100 салып жатыр дейді енді балдарға. Оны 18 жасқа шыққанда береді дейді. Бере ме бермей ме, ол да белгісіз. Жалпы сондай біздің қазақтар қазір Жакишевпен алысып қалған, тірліктің барлығы қалды. Арғы жақта Тоқаев бір келіп сөйлеп кетіп, біз Қазақстанда қалай айтсам екен, заң салтанат құрған елге айландырамыз деп, бізді бір санасы төмен, енді Қазақстанда қазақтар тұрады ғой, енді санасы төменді Штрафстан деп айтады екен, депутаттардың ішінде де бар екен дейді. Енді мысалға Тоқаев кім ол? Тоқаев деген ол Қазақстан мемлекетінің бір қызметкері. Халық шын қаласа орнынан алып, шын қаласа орнына қоятын. Егер халық көзі ашық, көкірегі ояу болатын болса, кез келген елде сондай. Әлемді аузына қаратқан Трамптың өзін халқы қаласа жерден алып жерге салып, қатты шу болса импичмент жариялап, аузын екіге айырып, Трамп болсаң өзіңе Трампсың, сен біздің алдымызда ешкім емессің деп орнын алып тастауға құқылары бар да. Сөйтіп сол мәселені айтып, одан Азат Перуашқа журналистер артынан қалмай сұрақ қойды. Сол мәселені айтқаннан соң президент айтты десе, енді олай айтпаймыз деген сияқты әңгіме айтып отыр. Қалай олай айтпайсың? Айту керек. Шынымен штраф болып жатыр, штрафтан штраф. Күнде болмаса да күн ара штраф шығыпты. Кешеде бір көріп қалдым енді, правадан халық айырылуы мүмкін, бір балдық есеппен есептейміз, штрафқа көп түссе правасын аламыз деген сияқты әңгімелерді айтып жатыр да. Білмедім енді. Штраф көп болса енді Штрафстан деп айтады да. Болмаса завод, фабрикалар салып тастасын, заводстан деп айтайық та мысалға. Енді оны айтып отқан қарапайым халық. Енді үйіңе шаршап, енді такси өткендер біледі, енді бір 10-15 мың, болмаса бір өзің машинаң болса бір 25 мың арғы жақ бері жағын тауып келесің, шығыныңнан бөлек. Келсең, штраф кеп тұрса бәледі. Енді абайлап айдайсың ғой, бірақ деген енді сен техника емессің да, бір бағдарламаға салып қойып, осылай жүр деген. Шаршайсың, сөйтіп штрафқа түсесің, оны төлеуің керек. Білмедім бұл. Біздің халық бір кішкентай мәселені іліп алады да алып кетеді ғой. Бірінші мәселе қазір Жакишевтің қызы болып тұр. Ана қара жігіт болып тұр. Бақытты болсын екеуі. Жакишев енді өзім сыйлаймын. Білімді, өте білімді жігіт. Қазақстанның бір билігінде отыратын адам деп ойлаймын негізі. Отырғызуға болады деп айтатын адам деп ойлаймын. Ол егер дүниеге беріліп ойбай дегенде, сол жерде Назарбаевпен келісіп ойбай болды, сен айтқаныңды істейін деп отырмай шығып кетуге болады. Енді ол отырды, шықты, сұхбат берді, қазір жүреді. Бизнесмен, білімді жігіт, жерде қалмайды әңгіменің ашығы. Бірақ біздің халықтың ана айтып отқан әңгімелеріне қарап аузым ашылды да. Назарбаев 30 жыл ертегіні айтып кетті. Ертеде ешкі жүнді бөртеде 2025 арабша өмір сүреміз деп. Ай, білмеймін. Алдында бір видео жасап қойыпты. Қазақтарды Құдай азғып қойып,
әлемді сақтап қойған шығар дейді. Енді оны қалжыңмен айтқан ғой. Неге десе, егер қазақтар бір миллиард болса, одан көп болса, біз енді жан жақтағы елдерге тыныштық бермейтін шығармыз. Содан да бізді бір 20 миллион қойған шығар дейді. Ол да мүмкін. Өзі аш, өзі жалаңаш, кредиттен кредит. Өзіне керек емес мәселе. Жәкішевтің қызы тұрмысқа шықса енді шығады. Бірақ сол мәселені іліп алып ойбай, порталдар жазып жатыр енді. Жәкішевтің қызы тұрмысқа шықты мынаған деп, оның астына кіріп қалсаң енді Жәкішевті енді жеті атасын жезде қағып жатыр. Жалпы сол саяси сауатсыз халық қай жаққа бұрса сол жаққа қарап кетеді екен де. Саяси сауатсыз халық аш қалғанда ойланады дейді. Елде қанша алдында саяси қуғын көрген күн ретінде енді алаштықтар бар, соларды еске алып көшеге шықты. Ол кезде енді онда бұндай шу болмады. Бірақ Жәкішевтің қызында шу отыр. Қазір түрмеде жатқан қанша елім деп жатып қалған түрмеге адамдар бар. Мысалға Марат Жыланбай, ол қазір не болып жатқанын білмейді ешкім. Марат Жыланбай ағамыз тағы кім біз білетін. Ана Думан Мұхаммедкерім ағамыз тағы кім. Қытайға наразылық білдіреміз деп қамалған Атажұрттың адамдары, енді 18 адамның аттарын білмейді екен. Біреуінің атын білем. Бекзат Мақсұтқан ба? Мақсұтқан ба? Сол ағамыз. Көп қой енді. Көтерілетін мәселе болатын болса. Сол болса Тоқаев айтпақшы, санасы төмен деп айтты ғой енді, саяси төмен, санасы төменді сөйтіп айтады деп. Аш халықтың санасы биік болады деп айта алмаймын. Аш халық енді ол енді. Аш халықта тоқ халық енді ол. Тоқ халық. Сондықтан халықтың санасын көтерем десе, халықтың жағдайын жасап, Тоқаев ешкім емес, халық қаласа орнын алады да тастайды. Соны түсіндіруіміз керек та жалпысы. Еліміз аман, жұртымыз ояу болсын, жұма қабыл болсын. Байланыстамыз. Елге керекті мәселелерді бір сілкейік те. Елге керекті мәселелерді әлеуметтік желіде сілкіп, ойымызды айтып, ашық айтып, пікір жазып, сөйтейік деп айтқан ойым ғой. Жақсы байланыстамыз.